пайғамбарымыздың осы жерде пайғамбардың қолған жері, Құран аятының түскен жері. Осындай қасиеттерге алхамдулилля Алла тағала нәсіп еткен екен. Біз қазір Құдай қаласа қонақ үйге барамыз. Бүгінгі программамыз Сәуір тауынан бастап Арафаға, Мина Муздалифа, Жамарат және осы Нұртаумен бүгінгі программамыз осымен аяқталған болды. Құдай қаласа Алла тағала осы қасиетті жерлерде жасаған әрбір тілектеріңізді қабыл етсін, осы қасиеттердің құрметіне иншалла. Ол Мекке қаласының әрбір расымен тасының өзінің, әрбір тауының өзінің қасиеті, өзінің жеке тарихы бар. Осы қасиетті біз шынайы жүрегімізбен қабылдап, шынайы Алладан дұға тілесек, осы қасиет жерлердің құрметіне иншалла күнәларымызды Алла кешіреді. Енді қазір айтайын, ертеңгі программа таңертең 7:30-да автобусымыз келеді.